Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ауызда еритін және тез уақытта дайындалатын шоколадты пирог жасаймыз. Ең алдымен елекке 1 стакан ұн, 2 ас қасық какао ұнтағы және 1 шай қасық қопсытқыш салып, електен өткіземіз. Жарты немесе 1 стакан шамасында қант саламыз. Қанттың мөлшерін өз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. 2 жұмыртқа, жарты стакан өсімдік майы және жарты стакан жылы сүт құямыз. Және де барлығын миксермен 1-2 минут шамасында жақсылап араластырамыз. Пирогқа қолданылатын бүкіл ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Қамырды миксермен араластырып болған соң, тағы жарты стакан ұнды електен өткізіп, венчиктің өзімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Диаметрі 18 сантиметрлі қалыптың қабырғасын майлап, пирогтың қамырын саламыз. Пирогты 160-170 градус температурадағы алдын ала қызып тұрған духовкаға салып, 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирог піскенше бетіне жағатын шоколадты глазурды дайындайық. Ыдысқа 3 ас қасық қант, 3 ас қасық какао ұнтағы және 5 ас қасық қайнаған су құйып араластырамыз. Біркелкі масса болған соң отқа қойып, қайнап шыққанша тоқтаусыз араластырамыз. Ганаш қайнап шыққан соң, тағы 1-2 минут шамасында қоюланғанша тоқтаусыз араластырамыз. Ганаш көріп тұрғандарыңыздай осылай қоюланды. Енді оның үстіне 1 шай қасық шамасында 82% сармай саламыз. Сармайды ерігенше және біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Пирогтың бетіне жағатын қарапайым үй жағдайында жасалған шоколадты ганашымыз да дайын. Достар, бұл ганашты кез келген торттарды, пирогтарды безендіруге қолдансаңыздар болады. Біздің пирогымыз да пісіп шықты. Ал енді пирогтың бетіне шоколадты ганашты біркелкі етіп жағып шығамыз. Біздің өте дәмді болып шығатын шоколадты пирогымыз да дайын. Сіздерге бүгінгі рецепт пайдалы әрі қызықты болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.